Ұлы құбылыс болса, қазақтар үшін де абай сондай теңдессіз құбылыс. Ете поэзиясындағы шоқтығы биік, дара да танытылған. Абай қазақ поэзиясынан өсіп, гүлденіп, жаңа сапаға жетуіне оралған зор еңбек етті. Ақын жас ұрпаққа деген ойға толы алуан өлеңдер үлгісін қалдырды. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай дайындалған «Ана тілі құламайтын бәйтерек» атты жас анадан екі бала туған кезде олар екі түрлі мінездер болып туады. Біріншісі іштен жесем, тоқтасам деген тәннің құмарлығымен туады. Ал екінші бала білсем көрсем тату өмірлеріміз көптеген мақал мәтелдермен және байлық пен кедейліктің екеуінің араларындағы қандай татулық пен жамандық туралы белгіленіп туралы айтылған. Қазақ тілі қазақтың ана тілі, бірақ оған адам аз басты. Қазақ тілі қазақтың дара тілі, кейбіреулер олардың туған тілі ұшпарларымыз. Ұмыттырам қазақтың қасиетін, қан майданда туған ел басшысы, айналаны